Ядролық энергияның зиянды эмиссиясы жоқ, бірақ ол энергияның таза көзі емес. Тізбекті ядролық бөліну, атом ядроларын бөлшектеу арқылы энергия бөлетін басқарылмалы процесс. Ол радиоизотоп деп аталатын тұрақсыз ядролар түзеді. Бұл жоғары белсенді қалдықтар деп аталатын радиоактивті қалдықтар. Радиоактивті изотоптар радиоактивтілігі жоқ тұрақты атомдар түзгенше ыдырай береді. Бірақ кей жағдайда бұл 10 мыңдаған жылдарға созылуы мүмкін. Қарапайым реактор жылына 20 тоннадан 30 тоннаға дейін жоғары белсенді қалдықтар шығарады. Радиоактивті ядролық қалдықтар қауіпті, әрі ұзақ мерзімді әсерге ие, сондықтан олар өте ерекше жағдайларда сақталуы тиіс. Қалдықтар көмілмес бұрын салқын бассейнде сақталады. Сұйық қалдықтар әйнек секілді радиоактивті емес материалдармен араластырылып, қатты заттар түзеді. Мұның қоршаған ортаны ластау мүмкіндігі төмен. Содан соң бұл заттар жер үстіне мұқият жиналып, 50-60 жыл бойы олардың белсенділігі бақыланады. Одан кейін адамдар мен жабайы табиғаттан тыс жерлерде болат пен темірбетон құрылымдардың ішіне салынып жер астында сақталады. Бірақ бұл қалдықтарды қайта пайдалануға болады. Қолданылған ядролық отын құрамында әлі де энергия өндіруге болатын ядролар бар. Отында бұлай қайта қолданғанда қалдықтар шығады. Бірақ бұл қалдықтар бұрынғыдан әлде қайда қауіпті. Қайта өңдеу кезінде плутоний сияқты радиоактивті элементтер өндіріледі. Ол ядролық қарудың негізгі құрамдас бөлігі. Ядролық энергия парникті газдар шығармаса да оны қолданудың салдары өте қатерлі болуы мүмкін. Радиоактивті қалдықтарды көму және ескі электростанцияларды қолданыстан шығару ұзақ мерзімді перспективада қауіпсіз болмайынша, ядролық энергияның тұрақты, таза және қайта жаңартылатын энергия көзі болып қалыптасуы күмәнді болып қала бермек.